Көксерке балығы Қазақстанның суларын, су айдындарында 12-15 градус су температурасының аралығында уылдырық шашады. Уылдырық шашу орындары судың шамамен 50-60 және де 1-1,5 метр тереңдіктерінде жүреді. Уылдырық шашуға міне көріп тұрғандарыңыздай көксеркелер осындай ұялар пайдаланады. Көксеркені аталықтары ұяны келіп алдын ала ұя дайындайды және де оған аналығы жақындайды және екеуі қатарласып тұрып уылдырық және шәуітін шашады аталықтар. Ұрықтанған уылдырықты аталықтар қорғауға қалып қояды және де аталықтар уылдырықты дернәсіл шыққанша күзетіп тұрады. Бұл процесс көксеркенің бір атап айтатын ерекше қасиеті деп айтуға болады. Яғни бір қызығы аталықтарсыз қалған уылдырықтар ғалымдардың зерттеуі бойынша ешқандай өнім бермеген. Тек аталықтар қорғаған уылдырықтардан дернәсілдер дамып өсіп шыққан. Ұяны қорғау барысында аталықтар мүлдем қоректенбейді, сыртқы қозғалыстарға ешқандай реакция мән бермейді. Көксеркені қолдан өсіру үшін осы бір ерекшеліктеріне қатты мән беріп, зерттеп біліп алған жөн. Себебі көксерке табиғи жағдайға ұқсас жағдай жасаған кезде аталық аналықтары өнім береді. Көксеркені қолдан өсіруге көптеген шаруашылықтар осы бір ерекшеліктеріне қатты мән бере, жасанды ұялар жасап, көксеркенің өнімдерін алады. Мысалы, шамамен 40-40 немесе 50-50 квадрат сантиметрге жасанды ұя жасап, оның ортасына өсімдіктің бұтақтарын немесе өсімдік шөптің қалдықтарын біркелкі төсеп, және оған үстіне аталық пен аналықты отырғызады. Және де сол арқылы олардың уылдырығын алып, ары қарай дамытады, ары қарай өсіруге пайдаланады. Көксеркелер осындай тайыз аймақтарда, ағыс онша жылдам емес аймақтарда ұя жасап, көксеркенің ұялары уылдырық шашу кезеңінде шамамен бір-бірінен 2-3 метр қашықтықта орналасады. Достар, осы роликтің соңында пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңызды комментарийге қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп және арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.